Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Өмір жолындағы шайқас атты оқиғаны соңына дейін тыңдап, каналыма подписация етіп, ұнаса лайк басып, және пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз. Ендеше өмір жолындағы шайқас атты оқиғаны бастаймын. Өмір жолындағы шайқас. Перизат қаланың қарапайым орта отбасынан шыққан қыз. Қанша қаланың қызы болса да, ата-анасының рұқсатынсыз ешқайда аттап баспайтын. Би кеші, кешкі серуен дегенді мүлдем білмеді. Тек туған туыстары мен атаулы мейрамдарда ғана шығатын. Тіпті қаланың қай жерінде не барын да білмейтін. Тек өзінің оқу орнына тіке барып келетін еді. Перизат Шымкент қаласында мейірбике оқуын оқыды. Оқу оқып жүрген кездің өзінде еш қылтын-сылтыны жоқ, ойында тек оқуымды жақсы аяқтасам деген арман болды. Ол арманы да орындалып, мейірбике мамандығын алып шықты. Оқуын тәмамдаған Перизатты әкесі өзінің әпкесінің үйіне Алматы қаласына жіберді. Ондағысы ел, жер көрсін дегені еді. Перизат Алматыда медицина саласына мейірбике болып жұмысқа тұрды. Бір жыл жұмыс атқарып, Шымкентке қайтқысы келді. Өйткені ешқашан әке-шешесінің қасынан шығып көрмеген қыз, ата-анасын сағынып, енді көрмей кететіндей болып, оның үстіне енді қайтып өз қаласына жете алмайтындай сезімде болды. Ешкімнің сөзіне де қарамай, әжептәуір жұмысынан шығып, өз қаласына кетіп қалды. Аяқ астынан кетіп қалған Перизатқа әпке жездесі жап-жақсы жұмысты тастап кетіп қалғанның не деп ренішін жасыра алмады. Бірақ Перизаттың ойы тек өз үйіне, ата-анасының қасына оралу болатын. Шымкентке келген Перизаттың жолы болып, бұл жақтан да жұмыс табыла қалды. Күнделікті жұмысын істеп жүрген Перизат сым-тетік арқылы Есболмен танысты. Есбол Перизаттың танысының жолдасы болатын. Екеуі күнделікті сөйлесіп, сөздері жарасып жүрді. Есбол ол кезде төтенше жағдай министрлігінде жұмыс жасап жүрген болатын. Екеуінің жұмыс орны жақын болғандықтан күнде кездесіп жүретін. Солай бір-біріне бауыр басып, кездесіп, бір жылдан кейін отау құрды. Перизатты қолдан ұзатып, той жасап алып кетті. Есбол ауылдан шыққан, орта отбасында дүниеге келген жігіт. Отбасында барлығы мұғалім болып жұмыс жасайтын. Перизат мұғалімдер отбасына тұрмысқа шыққанына қуанышты болды. Өйткені балаларым мұндай отбасында дүниеге келсе, білімді, ақылды болады деген ой болды. Перизат келін болып түскенде үйінде енесі және тұрмыстан қайтып келген қайын сіңлісі болды. Кезінде барған жерім керемет болады. Енеммен, қайын сіңліммен сырлас, мұңдас боламын деп ойлаған Перизаттың ойы мүлдем қарама-қайшы болып шықты. Өмір болған соң бәрі де болады екен. Перизат келін болып түскеннен енесінің жақтырмағанын бірден сезді. Өйткені бір жылулық танытпай, түсі суық болатын. Басында мүмкін жатасып отырған болармын деп ойлаған Перизат келіндік қызметін атқарып жүре берді. Тұрмысқа шығарда Перизат айлық демалысқа шығып, бір ай ауылда боламыз деп жоспарлап келген болатын. Бір ай ауылда болып, сәлемін салып жүрген Перизатқа енесі тек бірінші күні ғана сәлеміне аузын жыбырлатып ырымын жасағанымен, қалған күндері мүлдем көрмегендей алдынан өте шығатын. Енді ғана келін болып түскен Перизатқа бұл жағдайлар оңайға соқпады. Жат жерге келіп, жолылық көрмеген соң өзі де қиналып жүретін. Бірақ Есбол үшін ештеңе демеді. Енесі жақтырмаған соң қайын сіңлісі қайда барсын? Оның да Перизатқа айтары көп еді. Енді ғана түсіп жатқан келінге тарпа бас салып отырды. Қит етсе тиісіп шығатын, сөздерімен бір шымшып өтетін. Сөздері сүйектен өтетін.
Күнделікті қайын сіңлісін жұмысқа шайын беріп шығарып салып жүретін жеңгесінің қадірін білмей, уақыты келсе тиісіп қалушы еді. Бүгін де сол әдетінен басып, анасына жеңгесін жамандап отыр. Өздері ұрыс тілегендей ойлайтыны тек ұйқы, таңғы 10-да тұрады, кешке 20-да жатады. Келін деген ерте тұрмай ма дейді. Онысын естіген Перизат ренжіп қалды. Мұнысы несі? Күнделікті шайтамағын уақытылы беріп шығарып жатқан жоқпын ба? дейді. Бірақ не болса да іштей тынып, енді ғана түскен келін тағы үндемей қалды. Сол кездерде жолдасы Есполдың жұмысы қысқарып, жұмыстан шығып қалды. Бұрындары мұғалім болып 1 жыл жұмыс жасап, біреумен ерегісіп жұмыстан шығып кеткенге ұқсайды. Содан кейін қалаға барып, төтенше жағдай министрлігіне кірген еді. Енді міне одан да шығып отыр. Сол шыққанын тағы Перизаттан көріп отыр. Келіннің аяғынан деген құт алып келмеді. Келгеннен ағам жұмысынан айырылып қалды деп тағы кінәлады. Осындай майда шүйде әңгімесімен күнделікті тиісетінді шығарды. Әрең шыдап жүрген Перизат айлық демалысы біте салып қалаға жолдасы екеуі пәтер жалдап тұрды. Енесі еншісін бергенде болып шығарып салды, бірақ Перизатқа өзінің артынан келген көрпе төсегін бермеді. Үйдегі ескі қосқы көрпелерді берді. Мейлі деп онысына да көніп, бақытты күндерін кеше берді. Көп ұзамай Перизат жүкті болды. Жүкті болғаннан бастап Перизат күнде бір түсті көретін болды. Жардан құлап бара жатқандай сезілетін. Жерде жатса да аяғы селкілдеп жататын болды. Ол кезде бір дем салдырып жіберу ойында да болмады. Түнде қорқып шыққанымен бәрібір бұл кез Перизаттың бақытты кездері еді. Өйткені жолдасы қасында, өзімен өзі емін-еркін өмір сүрді. Күнделікті жұмысына барып келіп жүрді, ал Есбол ағасының қасына базарға саудаға шықты. Үйде жай жатқанша бір нәрсемен айналысайын деп шешті. Соңғы кезде Перизат өзінің түсінен қорқып жүр. Неге бұл түсті көре беремін? Маған босанғанда бір жағдай болып қалмай ма дейтін. Ойланумен басы ауырып кететін болды. Ақыры ішіне жасыра алмай онысын Есполға айтты. Есбол уайымдама, барлығы жақсы болады деп, Перизаттың күдігін сейілтейін деп, жақсы білікті дәрігер тауып сөйлесіп қойды. Перизат ай күні жетіп, аман-есен қыз босанды. Сосын енесі қарасар деген үмітпен Перизат ауылға барды. Есбол қалада саудасында қалып, жұмысын жалғастыра берді. Енді екеуі екі жақта бөлек жүрді. Басында апта сайын Есбол демалысқа келіп жүрді. Кейін анасы апта сайын неге келе бересің, ақша құртып, 2 аптада бір кел деген соң анасының айтқанын тыңдап, 2 аптада келетінді шығарды. Перизат ауылда қызымен жалғыз қалғандай жүрді. Жаны ашыған бір адам жоқ. Қайын сіңлісі бұл келгеннен бұрынғы әдетіне басты. Жеңгесіне көмектесудің орнына жұмыс жасасын дегендей әдейі бәрін бүлдіріп жүрді. Не өзінің жатқан жерін жинамайды, жинап қойған үйді шашып, перделерін сырғытып алып тастайтын болды. Болмаса, даланы сыпырып қойса, барып, шемішке шағып, шашып кететін болды. 1 сағат, 1 минут демалмасын дегендей, оған қосылып сол ауылда тұратын қайын бикесі де қосылды. Бір ауылда тұрғандықтан күнде осы үйде болды. Айтатындары өсек, анасына келінді жамандап отырды. Қойындар деген ене болмады. Қайта олармен қосылып, ене де күн бермеді. Не нәрсе болмасын, тырнақ астынан кір іздеп отыратын жағдайға жетті. 2 аптада бір келетін Есбол қызына су өткізбейтін жөргек алып келсе, оған да сөйлейтін. Есбол кетісімен жөргектерін алып қоятын. Айтатыны, сенікі рахат екен, Есполдың ақшасын құртып отырасын. Үйде дым бітірмейсін, қолыңмен жу дейтін болды. Қайын сіңлісінің мінезіне шек жоқ еді. Ыстық шай демдеп апарса, оны да суып қалды деп, біресе кесірленіп ішпей, біресе оны да төңкеріп тастайтын болды. Қайта ысытып алып кел деп дастархан басына отырғызбайтын.
Сыртты басып келген аяқ киіммен төрге шығып, тағы отыратынды да шығарды. Не болса да қайын сіңілісі тыныш болсын деп, күнде киімін дайындап, жуып үтіктеп беріп жүрді. Өзі енді ғана босанған Перизат емізулі болған соң қарны ашып жүретін болды. Енесіне не тамақ жасайын деп сұраса, сөйлеп кететін. Қайта-қайта қайдағы тамақ, жаңа ғана жедік, істеме дейтін. Перизаттың қарны ашып, іштері қабысып қалатын жағдайға жетті. Не жарытып тамақ, не шай ішкізбейтін. Қарны ашып, қызында жөнді емізе алмайтын болды. Қарны тоймаған қызы бір аптада бір рет үлкен дәретке баратын. Оның өзінде іші қатып, клизма жасап шығарып алатын болды. Сол жылдары Есболдың жұмысы жақсы жүріп жатты. Үйіндегілері мал алып қой тапқан ақшаңа қараймыз деп 10 қара мал алғызды. Бірақ қараған олар емес, Перизат болды. Есбол малдарды ауылға апарып Перизатқа тапсырды. Қалай қарау керек екенін үйретіп айтып кетті. Өзіне үйдің шаруасы аз да еді, енді сырттың жұмысы да басталды. Қаладан шыққан қыз келешекте керек болады, балаларымның болашағы үшін деп оған да көнді. Біресе үйге, біресе далаға жүгіріп, күні қалай өтіп кететінін білмейтін. Ол кезде ауылда су тапшы болатын. Төмен жақта абысыны тұратын. Суды сол жақтан тасып жүрді. Бір барғанда 10 рет алып келетін. Ол кезде де енесі сөйлейтін. Мені суға тұншықтырып өлтірейін дедің бе? дейтін. Бұл сөзге де мән бермей жүре берді. Күйбен ауылдың тіршілігімен 2 жылдың қалай өтіп кеткенін де білмей қалды. Бұл уақытта қызы 2 жасқа толған, Есболға бір келгенде анасы, қарындасы, әпкесі бәрі жабылып, ана әйелмен ажырас. Туып бергені бір ғана қыз, енді тумайды дейді. Бірақ Есбол көтереді ғой, не қыламын ажырасып, онсыз да ажырасып жатқандар аз емес дейді. Бұлай дегені өзінен басқа ағаларының бәрі ажырасып, 2-ші, 3-ші әйел алған еді. Тек бір әйелмен шектеліп қалғаны осы. Көп ұзамай қайын сіңілісі сол ауылға тұрмысқа шықты. Бірақ тек тұрмыс құрды деген аты ғана, осы үйден мүлдем шықпайтын. Өйткені мектеп жақын еді, келгеннен соң ауылдағы қайын әпкесі де келетін. Бәрінің басы қосылса болғаны, шымшып сөйлеп, келеке етіп отыратын. Бір күні енесі бесіктің жібін қырқып алып жатқан жерінен Перизат кіріп қалды. Таңырқап қарап қалған Перизат енесіне мұныңыз не? Бесік киелі емес пе? Неге қырқып алдыңыз? деп еді. Енесі, не қыласың мұны? Бәрібір туып жатқан балаң жоқ дейді. Қайын бикеңе керек болып жатыр екен. Ала берсін деп шығып кетті. Неге? Не үшін керек болғаны жайлы айтпады. Күндер өте берді, баяғы жартас, сол жартас ештеңе де өзгермеді. Тек Перизат соңғы уақытта мазасыз күй кешіп жүр. Өзіне не болғанын түсінбей әлек. Әр жері бір ауырады. Жанын жеп бара жатқан ауру не екенін өзі де түсінбейді. Тек жерге жатып аунай береді. Бір күні қатты ауырып, жедел жәрдем шақырып еді. Қай жерің ауырып жатыр десе, не айтарын, қай жері ауырып жатқанын білмеді. Тек жанын жеп бара жатқан бір ауру. Айналып келіп цементке аунап жата бергісі келді. Өзін әрең сүйреп жүрген Перизат анасын көргісі келді. Мауқын басып қасына жатқысы келді. Енесіне айтайын десе қорқып, әрең дегенде жалынып жүріп сұранып төркініне жіберуін өтінді. Енесі ешқашан төркінге жібермейтін. Сұранса болды, ұрыс шығаратын. Бірақ бүгін келісімін берді. Барғаннан өзі мазасыз, қызын әрең көтеріп барды. Не тамағын жөнді ішпейді, азып тозып кеткен құр сүлдері қалған. Қызының мұншалықты әбіржігенін көрген анасы бірінші рет дем салдырып жіберші, саған не болды?
келгеннен әлі жатырсың, қай жерің мазалап жүр? Келесі көшеде апа бар, сол кісіге апарайын деп, қызын сүйемелдеп ертіп барды. Дем салдырып оқығаны еді, көзі шәйдай ашылып, қайта жан кіріп тірілгендей болды. Сосын бірдеңен апа, сізден сұрайыншы, маған не болып жүр деді. Оқытатын апа, саған дуа жасалған деді. Бір рет енем бесіктің жібін қиып алып кетіп еді, оның қатысы бар ма дедім. Әрине, саған енді бала сүймесін деп жасалған. Қазір дуаны кері қайтардым. Барған соң көрерсің кімнің жасағанын дедім. Көзі ашылып, жаны кіріп, Перизат ауылына қайттым. Келсе, енесі мен қайын сіңлісі екеуі шәй ішіп отыр екен. Сәлемін салып, амандасып, ішке кіріп кеттім. Киімін ауыстырып, сыртқа шыққаны сол, қайын сіңлісі өзімен өзі ауырып, сол жерде дөңбекшіп жата қалды. Біраз тұра алмай жатып, әрең дегенде өзін жинақтап қайта жұмысына кетті. Өзі де түсінбей қалды, неге аяқ асты ауырғанын. Сол жылы енесі қайын сіңлісінің артынан көрпе төсегін апарамын деп жүрді. Перизаттың анасының қолынан тігіс келетін. Сондықтан Перизатқа анаң тігіп берсін көрпесін, сенікіндей етіп деді. Оған Перизат қолы тимейді анамның, тіге алмайды деді. Ондағысы не үшін анам тігіп беруі керек, маған көрсетпегені жоқ, өздері тігіп алсын деген ойда болды. Сол сөзі қыздарына жеткен болар, тігіп бермегеніне қырсығып, сол ауылдағы қайынбике мен қайын сіңлісі келіп, Перизаттың көрпелерін қиып кетті. Неге олай жасадыңыз? Жап-жақсы көрпені қиғаныңыз не? Деп еді. Кім қиды? Өзі тозған жыртылады да деді. Бұлармен сөз таластырудың мәні жоқ екенін түсінген Перизат қоя қойды. Бірақ ішіне сыймаған көрші келіншекке айтып берді. Көрпемді жыртып барлығын, бірақ мойындамады деді. Ішіне толып қалған сырын айтамын деп, артынан бесіктің жібімен дуа жасапты деген әңгіме де аузынан шығып кетті. Бірақ бұл сөзі айналып өзіне келетінін білмеді. Ақыры өзіне таяқ болып тиді. Айтылған сөзі қаладағы Есполға дейін жетті. Еспол хабарласып, не деп жүрсің сен? Менің отбасымды дуа кеш деп жүрсің бе? Деп қатты ашуға булықты. Қорыққаннан айтпадым деп еді, көрші келіншекпен беттестіремін деп шықты. Ақыр соңы Перизатты ортаға салумен аяқталды. Анасын қаладан шақыртып, жаңағы көрші келіншектің енесі келіп, одан қайынбике, сіңлісі бәрі жиналды. Айқай-шуға ұласып, екі жақ ұзақ уақыт сөз таласумен болды. Перизат үндемеген күйі сүрелерін оқып, жылап отыра берді. Не десін, бәрін өзінен көріп отыр. Айтпауы керек еді, өзім кінәлімін дейді. Ақталмады да, өйткені бәрібір ешкімді сендіре алмайды. Тек басын көтермей жылап отыра берді. Бір кезде енесі, қызыңның қанын тексерту керек, біздің үйде әппақ ешкім жоқ деді. Бұл сөзі Перизаттың өңешінен өтіп кеттім. Өйткені бұл отбасыда жігіттердің бәрі ақ, қыздары қара еді. Қалайша бұлай дейді, әкесі ақ емес пе, немересінен күмәнданып маған жала жауып отырма дейді. Бірақ онысын сыртқа шығармады. Бір сөйлесе, бұл үйден Есполдан бір жола кететінін біліп отыр. Бұл уақытта Перизат көтерген еді. Амал жоқ, барлығынан кешірім сұрап, осы үйде қалды. Көз айлары болатын. Еспол ауылға келді, бірақ Перизатқа ұзақ уақыт сөйлемеді де, жақындамады да. Мұнысы Перизаттың жанына батты, өйткені осы үйде Еспол үшін жүрген еді. Не керек, уақыт зымырап өте берді, солай итшелеп жүріп, аман-есен қыз босанып алды. Ауруханадан үйіне алып ұшып келгені сол, тағы баяғы жартас сол жартас болды. Қайдан жыртылатыны белгісіз, матрас, киім барлығының бір жерлері жыртық болып тұрды. Тағы да көзбен көрмеген соң ештеңе дей алмады. Бөлмесінде әбден өзімен өзі тығылып жылады, бірақ қанша жыласа да ештеңе өзгермейді. Амал жоқ, сол жыртық киімдерді тігіп, амалдап, ебір-жесірі шығып киіп жүрді. 2015 жылдары
Бұл уақытты қайын сіңлісі бір ұл босанып алған. Күйеуімен ұрысып келіп қалды. Ондағысы енесінің желкесінен жұлқып, немере, не қарамайсың ба деп айқайға басқан. Мұны білген күйеуі оны әбден ұрып тастаған. Соған шыдамай үйге келіп отыр. Келгеннен тыныш отырмай тағы Есбол екеуін шақыстырып отырды. Ол уақытта Перизаттың үлкен қызы 4-5 шамасында еді. Әпкесінен қашан қайтасыз әпше деп еді, әпкесі айқайға басты. Бұл менің үйім, құрыңдар, кетіңдер бұл үйден дейді. Қызына айқайлап жатқан соң осы уақытқа дейін үндемеген Перизатты қызын жақтап қайын сіңлі екеуі қатты ұрысты. Айтылмаған сөздері қалмады. Ақыры Перизат қайын сіңлісіне бір емес, 2 байға тидің деді. Осы мінезінен қайтып келіп отырсың деп еді, ол да қарап қалмады. Мен 2 байға тисем, мына есік алдында бір шыбық жатпасын, қимылда, ініме сенен де зор қызды алып беремін. Сен сияқты қатын қажет емес деп барлығының көзінше намысына тиетін сөзді айтып жатыр. Оған қасында тұрған келіншегі миығымен күліп қойсаңызшы деп қояды. Сыртта келіншегінің намысына тиетін сөздер айтылып жатса да, Есбол басқа бауырларымен бірге күліп іште отыра берді. Не керек, қорғаны болатын ешкімі жоқ. Перизат жылап жүріп, өзі оқытылған апайға хабарласты. Не істесем болады, енді қайттым дейді. Болған жағдайдың барлығын айтып берді. Оған оқытылатын апа ешқайда кетпе, сен кетсең қуанады. Әдейі сені кетсін деп жасап жатқандары. Сен кетіп қалсаң, Есбол араққа салынып кетеді, шыда деп жігерлендіріп қойды. Апаны тыңдап үйге кіріп, жатын бөлмеде отырып тағы жылады. Бұл не өмір, не жазым,
Не істеп қойдым соншама, неге бұлай қиындап кетті барлығы дейді. Есболға да қанша жалынды, жүр кетейікші қалаға, бөлек тұрайықшы деді. Бірақ Есбол да кетсең кете бер, мен осында қаламын деп кесіп айтты. Амал жоқ, тағы іші өртеніп бара жатса да шыдауға тура келді. Қайын ағасы тағы айғайлады. Ей, бері кел, шай қой деді. Амал жоқтан бөлмесіне шығып шай тамағын істеп берді. Сол күні кетеме деген үміті болып еді, бірақ олар сол жатқаннан 2 күн жатып, сосын бірақ кетті. Ортасында осындай айғай-шудың қаншамасы болды. Перизат үйіне кеткен кездері де болды, бірақ ата-анасы бұл барса ұрысатын. Неге келдің? Сені біреу қинап қосты ма? Өзің таңдап жүріп тиген жігітің. Енді кімді кінәлайсың? Өз үйіңе бар. Балалардан обал, әкесіз өспесін деп, қайтадан не шай тамақ ішкізбей, кері таксиге салып жіберетін. Содан кейін де Перизат үйіне кеткісі келмей шыдап жүре берді. 2018 жылы енесі қайын әпкесінің үйіне барып ауырып қалды. Шілде айы. Күн қатты ыстық болатын. Инсульт алыпты. Содан енесі жақсы болмады. Ауруханадан ауруханаға жатты. Адам танымастай өзгерді. Кейде тіпті өз жақындарын танымай қалатын болды. Оған да сен дуакеш бәрін құрттың, дуаладың деп тағы жала жапты. 2019 жылы емделіп жүріп, Перизат ұл босанып алды. 2 қыздан кейінгі ұлға Есбол қатты қуанды. Бұл уақыттарда да Перизат оқытылып жүріп, әрең босанды. Әлсіреп, дел сал болып жатып қалатын. Ондай кезде дереу дем салдырып алатын. Өйткені өзі де қорқатын. Ішінде әр қашан бір қорқыныш жүретін. Балаларым үшін аман есен жүрсем екен деген. Одан кейін де талай қиындықтар болды. Өмір үшін күресіп келе берді. Сол жылы енесі өмірден өтті. Ол уақытта үйлеріне кішігірім жөндеу жұмыстарын жасап жатқан еді. Уақытша қайын ағасының үйіне кеткен болатын. Сол жақтан жан тапсырды. Кетерінде өз үйіне қайтқысы келіпті. Перизатқа барамын, қыздарымды көремін, немерелерімді көремін деп арманда кетіпті. Ауырып жатқан кезінде абысына Перизат келініңіз жаман ба десе басын шайқап жатыпты. Мұнысын кейін абысына айтып берді. Соңғы рет көру енесіне сол күйі бұйырмапты. Бір жағынан Перизаттың да айтқаны болды. Енесінің ауырып нашарлай бастағанда біздің үйден шықпастай екен. Егер менің қолымда жүріп қайтса, қыздары сен өлтірдің деуінен тоймайды. Маған жала жабады деп қанша тіледі, тілегі орындалып, ол уақытта қайын ағасының үйінен шығарылды. Содан енесінің 7-40 барлығын өткізгенше тағы қыздары тиісіп жүретін. Не керек, бәріне шыдап жүріп, 2022 жылы тағы да ұл босанды. Бірақ бұл жолы қанша оқытылып, дәрігерге қаралғаны мен баласын босанған соң қан кетіп, жатырын бірге алып тастады. Ол кезде Перизат қатты қиналды. Бірақ дәрігерлер аман қалғаныңа шүкір, балаң қасында, қызың бар, ұлың бар, енді өзіңді ойла деп жұбатып кетті. Қанша жылағанымен бәрі қайта орнына келмесі анық. Балалар үшін өмір сүруді жалғастыра берді. Қазір Перизаттың өмірі тек қорқынышпен өтіп жатыр. Өзімен өзі, жолдасымен бірге бөлек тұрады. Бірақ қалай үйге қайын әпкесі, қайын сіңлісі келсе, ауырып бастайды. Кете салысымен балалармен қосылып оқытылып қайта орнына келіп болады. Әбден киімді жыртып, қиып кететінін білетін Перизат қазір жынды адамдарша өмір сүріп жатыр. Олар келе жатыр дегеннен барлық киімді буып, түйіп, тығып қоятын болды. Келгеннен жақтырмай отырсың деп тағы шығады. Қазір Есболға киімді жыртып кетеді әпкең, қарындасың деп сөз айтпайтын болды. Өйткені Есболдан айырылып қаламын ба деп қорқады. Белі ауырып, одан кеуде тұсы шаншып, ауырып қалатын болды. Қайын әпке, қайын сіңлі сол баяғы әдетін қоймаған. Солармен күресіп, Перизаттың 12 жылы өте шықты. Кім біледі, әлі неше жыл күресетінін. Осымен соңы. Бұл оқиға мен үшін өте ауыр болды.
12 жыл бойына дуамен күресіп, өмір үшін бар жан тәнін салып жатқан Перизат үшін дәл қазір жағдайы қандай екен? Түсініксіз, бір-бірімен шиенісіп кеткен тағдыр. Дәл осындай Перизат секілді өмір сүріп жүрген келіншектер бар ма екен? Егер де бар болса, комментарийге пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Сіз Перизаттың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Қалай өмір сүретін едіңіз? Бәріне Перизат секілді шыдап жүретін бе едіңіз, әлде ажырасып, қолыңызды сілтеп кетіп қалар ма едіңіз? Кім білсін? Өмір өте қиын, небір жағдайлар бар. Арнама тіркеліп, дәл осындай өмірден алынған оқиғаларды, әңгімелерді, хикаяларды өткізіп алмас үшін тіркеліп алыңыз. Келесі хикаяда кездескенше сау болыңыз.